Саламатсыздар ма? Бүгін біз медовый пряник жасайтын боламыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа керек болады. Тісімізге осылай салып аламыз. Содан кейін барып біз қантымызды саламыз. Міндетті түрде видеоның астына жазып кетемін грамдарын. Осылай салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді мен мётымды саламын. Мёт менде дүкеннің мёты. Қолдың мётын салсаңыздар да болады. Осындай қылып салып алдым. Оны да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде секері еру керек. Миксердің көмегімен араластырсаңыз да болады. Венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Енді мен ұнға разрыхлителді саламын. Екеуін жақсылап араластырып, содан кейін барып, біз сұйық массамызға салатын боламыз. Мен шай қасықтан 1 қасық салдым. Осы массамызға ұнымызды саламыз енді. Жақсылап салып, біз жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен осындай қамыр иледім. Қолға жабысып тұрса, кішкене ұн салсаңыздар да болады. Енді мен осы тестіні холодильникке 30 минуттай қойып алдым. Кішкене бойын алып, сіңіп тұру үшін. Осылай салып аласыздар. Енді мен холодильниктен алдым. Осындай бөліктерге бөлесіздер. Граммен салсаңыздар да болады. Осындай өлшеп алған жақсы негізі. Мен 29 грамдай, барлығын 29 грамм етіп істеймін. Осындай домалақтап противенге саласыздар. Мен осыны қызып тұрған 200 градуста 15-20 минут аралығында пісіріп алдым. Міне пісіп шықты. Осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Менде күнделікті рецептілер шығып тұрады. Міндетті түрде қараңыздар. Сау болыңыздар.